Сәлем достар, Оңай каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ұйқы туралы сөз қозғайтын боламыз. Яғни, ұйқысыздықтан қалай арыламыз және де ұйқымызды дұрыстау үшін не істейміз? Біз сіздерге әр күні сергек оянып, сау ұйқыдан әр түні рахат алу үшін не істеу керектігін айтамыз. Ал кеттік достар. Бірінші кеңес ол әрине ұйқы режимі. Күнде бір уақытта ұйқыдан тұрыңыз. Біздің көбіміз демалыс күндерін өткізіп алған істерді жасау үшін қолданамыз. Бірақ бұл мүлде дұрыс емес, тіпті зиян. Біздің ағзамызда өз ішкі сағаттарымыз бар. Бұл сағаттар тікелей күн жарығына байланысты. Күндіз біз өзімізді сергек сезінеміз, ал түн түскенде денеміз мелатонин бөледі және де ұйықтау керек деген белгі береді. Ал демалыс күндері артық сағаттар ұйықтаған кезде ішкі сағаттарымыз телефон баптаулары бұзылғандай бұзылады. Соның нәтижесінде алдағы түні ұйықтау өте қиын болады. Ал таңертең шырайлы тұру мүмкін емес. Сол үшін өзімізді үнемі ұйқымызды қанбайтындай сезінеміз. Егер осылай жалғастыра беретін болсақ, артық салмақ қосу, жүрек қан тамырлары ауырып және диабетке себеп болады. Бұдан арылу үшін не істеу керек? Әр күні бір уақытта тұруымыз керек, тіпті демалыс күндерде. Иә, ол басында қиын болуы мүмкін, бірақ 2-3 аптада әдетке айналады. Ал сіз өзіңізді жақсы сезініп, шынымен тынығасыз. Екінші кеңесіміз: ұйқыңыздың қануына қажетті жалпы сағат мөлшерін азайтыңыз. Уақыт жетіспеушілігі қазіргі кезде көптеген адамдар үшін проблема. Елестетіп көріңізші, егер де сізде қосымша 2 өнімді сағат болса, не істер едіңіз? Әрине, ол 2 сағатты қайдан аламыз? Ұйқы сағатынан аламыз. Бірақ ұйқымыз қанбаса, қосымша 2 сағаттың өнімді болмайтындығы анық. Егер де біз аз ұйықтап, бірақ күшіміз жеткілікті болса ше, ондай нәтижеге жету үшін ұйықтау сағат мөлшерін біртіндеп азайту керек. Мысалы, сіз 8-де тұруды 6-ға тұруға ауыстырғыңыз келеді. Оятқышты, яғни будильникті 2 сағат ерте қойсаңыз, бұл іске аспайды. Оның орнына күніне 10-15 минут ерте қойыңыз. Осы тәсілмен сіз 3 аптада ұйқы уақытын 90 минутқа дейін қысқарта аласыз. Келесі кеңесіміз: күндізгі ұйқыдан арылыңыз. Әрине, дұрыс жоспарланған болса, күндізгі ұйқы өзіңізді жақсы сезінуге көмектеседі. Алайда, сіз ұйқысыздықтан құтыла алмай жүрсеңіз, күндіз ұйықтауға мүлде болмайды. Себебі, зерттеулерге сүйенсек, ұйқысыздықпен күресіп жүріп, күндіз ұйықтап алуды таңдайтын адамдар дұрыс ұйықтау кезінде әлде қайда көп проблема кешіреді. Егер де сіз бәрібір күндіз ұйықтап, тынығып алғыңыз келсе, оны ақылды жолмен жасаңыз. Ең бастысы 25-30 минуттан артық ұйықтамау. Бұны энергетикалық ұйқы десек те болады. Және де не істесеңіз де күндізгі сағат 4-тен кейін мүлде ұйықтамаңыз. Әйтпесе, сіз түнгі ұйқыңызды бұзып, ұзақ уақыт көз іле алмайсыз. Одан да мұндай жағдайда далада серуендеп, таза ауамен дем алыңыз. Таза ауамен күн сәулесі күндізгі ұйқы қажеттілігін жояды. Ұйқы режиміңізді дұрыстағыңыз келсе, осы кеңестерді орындап, өзімізді әр күні сергек және күшіміз толы сезінейік достар. Оңай каналына жазылыңыз және де лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше достар.